Республикалық референдум Қазақстан Республикасы Конституциясының, конституциялық заңдарының және мемлекеттік өмірінің өзгеде неғұрлым маңызды мәселелеріне арналған шешімдердің жобалары бойынша бүкіл халықтық дауыс беру. Референдум ұғымы заңда осылай сипатталады. Тиісті құжат 1995 жылы қабылданған, содан бері Конституцияға 4 рет өзгеріс енгізілсе де, заң нормалары іс жүзінде қолданылмапты. Кеше президент Қазақстан халқы ассамблеясының сессиясында Конституцияға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың жобасын парламент емес республикалық референдумда қарауды ұсынды. Жыл сайын сәуірдің соңына тамам болатын алқалы жиын бұл жолы өрелі өзгерістер қолға алынған шаққа тұспа-тұс келіпті. Отырыста ортаға тасталған келелі ойларды Шынар Асанқызы тарқатады. Қазір қоғамның барлық саласына батыл өзгеріс керек. Ата заңның 33 бабына енгізілетін түзетулер осыны көздейді. Президент бұл өзгерістерді қолданысқа енгізу мәселесін халықтың еншісіне қалдырып отыр. Осы реформалар қолға алынған кезде Конституцияға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың жобасын парламент қарайды деп ойлаған едік. Бұл қолданыстағы заңнамада орныққан рәсімнің бірі. Алайда, алдағы ауқымды әрі маңызды өзгерістер ел болашағына айрықша әсер етеді. Сондықтан мен ата заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде республикалық референдум өткізуді ұсынамын. Қазір жаңа Қазақстанның не екенін түсіндіру ерекше маңызды. Әр азаматтың бұған қатысты өз пайымы бар екені түсінікті. Мен бұған дейін айтқанымдай, жаңа Қазақстан дегеніміз бұл әділетті Қазақстан. Бірақ біздің елде кейде саяси бастамалар туралы пікірталастың көбі бос әңгімеге, мақтау мен мадаққа ұласып жататыны бар. Сосын соңы сиыр құйымшақтанып, ақырында халыққа қызықсыз дүниеге айналып шыға келеді. Содан да шығар Тоқаевтың бірден жаңа Қазақстан түсінігін бұрмаламауға шақырғаны. Және бұл жаңару әсіре қызыл сөзге емес нақты іске құрылу керек. Ал ұлттың дамуына кедергі келтіретін мына нәрселерден арылу керекпіз деді. Мы поставим решительный заслон непотизму и патернализму. Біз непотизм мен патернализмге, сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл қоямыз. Жаңа Қазақстан әділдіктің территориясына айналу керек. Ол үшін тек заңның әріптерін ғана емес, рухында ұстану қажет. Заңдар догма емес, ол азаматтардың өзекті мәселелерін шешу үшін жетілдіріп отыруға тиіс. Заң, әділдік және тәртіп біздің бақуатты өмірімізді айқындайтын нақты факторларға айналады. Тұтас саяси жүйе жаңарар тұста ешкім одан шет қалмауы керек деді президент. Ата заң дегеніміз бұл әрбір азаматқа тікелей қатысы бар нәрсе ғой. Сондықтан да осындай өзекті тақырыпты президентіміз бүкіл халықтық референдумға салып, әрбір азаматтың ойын пікірін ескере отырып, референдумда талқылауды қарастыруды ұсынды. Менің ойымша бұл дұрыс. Себебі референдумның өзі бұл демократияның бір көрінісі. Қазір алыс жақын елдерде болып жатқан түрлі қақтығыстар біздің елдегі этностардың арасына алауыздық тудырмауға тиіс. Бір-біріне қырын қарап, ішкі тұтастығына сызат түскен елдерге қатысты маңайда мысал көп. Қазір көптеген арандату болып жатқан соң, әрине біз бір жұдырық секілді бірлесіп, жан-жақтан ірткі түсіріп жатқан лозунгтарға жол бермеу керекпіз. Сонда біз өзіміздің тәуелсіздігімізді де, өзіміздің міндетімізді, өзіміздің мемлекетімізді сақтап қаламыз. Сондықтан қазір жеке құндылықтан бастап қоғамдық құндылықтарды қайта пішімдеу қажет болады. Өзінің болашағын туған еліміз Қазақстанмен байланыстыратын әрбір қазақстандық үшін еліміздің мәдениеті, тарихы, тілі бірдей құнды болу керек. Бірдей дейтін себебім, құндылықтың біреуін ғана орнатып, ал біреуін елемеу меніңше бұл бірліктің белгісі емес. Осы орайда президент елде тұратын барлық этнос өкілдері өздерін Қазақстанмен байланыстыру өте қажет деді. Демек еліміздің әрбір азаматы жұртшылықтың алдына шыққанда ұлттық мүдде мен қазақстандық патриотизм қағидатын басшылыққа алуы керек. Внешние конфликты, которые были и будут. Болған және болатын сыртқы қақтығыстар азаматтарымыздың арасында ұлтаралық жанжал тудырып, жікке бөлінуіне себеп болмау керек. Бірақ мұндай арандатушылықтар болып жатыр. Оны көріп отырмыз. Алайда олар қайда тұрса да, қандай құжаттармен тұлғасын жасырса да, қалай құбылса да, біздің бірлігімізге нұқсан келтіріп, мемлекетіміздің дербес саясат жүргізуіне кедергі бола алмайды. Бейбітшілік пен тұтастық басты құндылығымыз. Онсыз болашақ жоқ. Және біздің Қазақстаннан басқа отанымыз жоқ. Болмайды.
Президент ассамблеяның бірлікті нығайтуға қосқан үлесін жоғары бағалады. Сосын қоғамдық институттың қызметін қамтамасыз ететін 3 негізгі нәрсені атады. Біріншісі, саяси реформаларды жүзеге асыруда ассамблеяның рөлін арттыру, сосын ақпараттық жұмыстар мен құқық қорғау қызметін күшейту, ал бірлігіміз әр алуандықта деген басты қағидатымыз ешқашан өзгермейді деді. Әлемдік парасат өресінде ұлт пен мемлекет бір ұғымда. Түрлі көзқарас бір тұтасу біздің бүгінгі жолымыз. Осыдан 100 жыл бұрын Әлихан Бөкейхан айтады: ауылдың азаматына барып Лев Толстой туралы айттым дейді. Сонда олар маған жауап берді дейді: қандай терең адам, қандай иманды адам деп айтты дейді. Міне осындай бірлігіміз парасатты ғұламалар арқылы тереңдей бермек. Келер айда елімізде жаңа диалог алаңы пайда болмақшы. Ұлттық құрылтай құрылады. Алғашқы отырысы мамыр айына жоспарланып отыр. Он станет универсальной моделью общенационального диалога. Бұл жалпыұлттық диалогтың әмбебап моделін айналады. Құрылтайдың құрамына депутаттар, Қазақстан Халқы Ассамблеясы мүшелері, сарапшылар мен құқық қорғаушылар, барлық өңірдің, сондай-ақ азаматтық альянстың, қоғамдық кеңестердің, бейресми ұйымдардың, бизнес қауымдастықтар мен өндіріс саласының өкілдері кіреді. Ассамблея ұлттық құрылтаймен бірлесіп, тиімді жұмыс істеуі керек. Себебі түптеп келгенде екеуінің мақсаты ортақ. Бұл жиында елді дамытудың ең өзекті мәселелері талқыланады. Сарапшылар бұл құрылымды ұлттық қоғамдық сенім кеңесі жұмысының модернизациясы деп бағалап отыр. Дәстүрімізді қарайтын болсақ, маңызды осы ел бойынша мемлекетке қатысты маңызды шешімдер осындай құрылтайда қаралған. Бұл жерде еліміздің барлық өңірлерінен 300-дің өкілдері де қатысқан. Бұл яғни ол жерде біздің тарихымызда бұлар жазылған. Енді соны қайта қалпына келтіріп, біздегі оның жаңа форматта өтуіне мүмкіндік береді деп ойлаймын. Ел бірлігі жаңа Қазақстанның тірегі деп айдар тағылған сессия биыл жаңа форматта қатарынан 2 күн өтті. Алғашқы күні мәжілісте босаған орынға Қазақстан Халқы Ассамблеясы атынан Закиржан Кузиев депутат боп сайланды. Сосын мемлекет басшысының өкімімен төрағаның жаңа орынбасарлары тағайындалды. Айта кетейік, Конституцияға енгізілген өзгерістерге сәйкес алдағы уақытта ассамблеяның мәжілістегі мандаты 9-дан 5-ке азайып, ол сенатқа ауыстырылатын болады. Шынар Асанқызы, Бақытбек Нұртаев, Президент телерадио кешенінің көмегімен 7 күн.